Баршаңызға сәлем достар. Мен сіздерге дәруменге өте бай, өте пайдалы, иммунитетті көтеретін, қызылшадан өте оңай жасалынатын дәмді салаттың рецептісімен бөлісемін. Ол үшін бізге қайнатылған қызылша, алма, грек жаңғағы, мейіз және күнбағыс майы қажет болады. Қызылшамызды видеода көрсетілгендей кішірек 4 бұрышты етіп турап аламыз. Ыдысымызға салып, енді алманы да дәл солай етіп турап ыдысқа саламыз. Бұл салат денсаулыққа өте пайдалы. Осындай көктем мезгілінде көбірек жасап тұрған дұрыс. Мейізімізді жылы суға салып, араластырып, біраз уақытқа қойып қоямыз. Оның арасында біз жаңғақты турап аламыз. Жаңғақты майда етіп турап шығамыз. Мінекей жаңғақты майдалап турап алдық. Оны да алма мен қызылшаның үстіне саламыз. Енді мейізімізді тураймыз. Мейізімізді судан шығарып, құрғақ салфеткаларға салып, құрғатып аламыз. Бұл мейізді 3-4 бөлікке бөліп, турап шығамыз. Ал мейізімізді де турап болдық. Енді ыдысқа салып, үстіне күнбағыс майын салып, жақсылап араластырамыз. Достар, менің салатым дайын. Осылай тарелкаға салып, дастарханға ұзата берсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеом ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.